Қайырлы күн, қымбатты достар және Жас Атыраудың тұрақты көрермендері. Біз бүгін 2012 жылдан бері мақсат етілген Экспо 2017 халықаралық көрмесіне де келіп жеттік. Бұл көрмеде әр елдің, әр ұлттың түрлі көрмелері қойылған. Алайда біз ең алдымен қазақ елінің жерінің көрмесін аралайтын боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты достар, міне мына үлкен экранда қазақ даласының кең жазира көрінісі бейнеленген. Ауылды аңсаған жанға немесе шетелден келген қонақтарға Қазақстанның елімен танысқысы келетін болса, бұл экрандағы сурет ерекше таптырмас мүмкіндік. Бұл жерде біз өзіміз қазақ халқы өте қонақжай халықпыз. Сондықтан да біз басқа өзге елдерге өз еліміздің әртүрлі салт дәстүрлерін көрсету үшін осындай интерактивті тақтада анимация ретінде көрсеткіміз келеді. Мысалы, қонақ кәде, ауыз тию, сарқыт деген сияқты осындай ең маңызды салт дәстүрлерді көрсетіп отырмыз. Қымбатты достар, мына Қазақстан павильонының біз ең жоғары қабатына келдік, яғни 8-ші этажға. Бұнда қызықтар өте көп. Ең қызығы шыныдан жасалған көпір. Мен әдейі бұл көпірдің астына қарамай тұрмын, тек сіздер үшін, сіздерге көрсету үшін осы көпірдің үстінде тұрмын. Қымбатты достар, міне мына жерде болашақ Астанаға құрылған маркеттер құрылып тұр, яғни бұл маркеттер 2050 жылға жоспарланып отырған екен. Осы маркеттерге қарап, биік ғимараттардың бар екенін көріп, 2050 жылға тезірек қадам басуға асығатындай. Достар, міне 8-ші этаждан түсіп, біз 7-ші және 6-ші қабаттарды араладық. Бұл қабаттарды белгілі бір аспан жүйесімен теңестіріп, байланыстырып салған екен. Яғни бұнда неше түрлі планеталар, күн, ай айқын бейнеленген. Павлодар қаласынан келдік. Әдейлеп Экспоны көрейік деп, енді жаңа аралап жатырмыз. Мінекей енді біз бірінші өзіміздің елдің несін павильон көрейік деп осында. Соны көріп жатырмыз. Космос ғарыш дейді ғой. Сонда жүрміз енді. Сол бәрі ұнап жатыр енді. Байқоңыр біз Қазақстанымызда екенін білеміз ғой. Бәрі кішкентайымыздан қанықпыз, бірақ жақын осылай көрмедік. Космостың ішіне кіріп кеткендей болды. Осы туры өзімізге қатты әсер етті. Қымбатты достар, міне мына жерде керемет балдырлардан жасалған химиялық қоспалардың қосындысы тұр. Яғни дәл осы балдырларды Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенттері әкеліп қойған екен. Қымбатты достар, міне біздер міне дегенше 8-ші қабаттан 2-ші қабатқа жетіп қалдық. 2-ші қабатта, яғни үлкендерге арналған ойындар бар, яғни олар велосипедпен және мына лабораториялық құрылғылар арқылы өтетін ойындар. Бұл ойынның ерекшелігі адамдар үстінде тұрып, белгілі бір қуыстан шығу керек. Ендеше бірге тамашалап көріңіздер.
Міне құрметті достар, біз 8 қабаттан тұратын Қазақстан павильонын аралап болдық. Жалпы Қазақстан павильоны деген кезде біздің есімізге ұлттық нақыштағы көрме елестеген болатын. Алайда біз бұл арқылы Қазақстанның ұлттық нақыштағы көрмесін емес, керісінше болашақ Қазақстанды бір саяхаттап қайтқандай болдық. Қайырлы күн, қымбатты достар, қымбатты достар, қымбатты достар, қымбатты достар, қымбатты достар, қымбатты достар, қымбатты достар. Міне құрметті достар, ерекше қазақ даласының үлкен экранда қазақ даласының жаңағы қалай айтатын еді, мынандай тұрғызып қойған басқымыз келіп кетті. 8-ші этаждан 2-ші қабатқа дейді. Прикинь, қайта айтам. Бәрі жақсы. Қазақстан алға.